Криминалдық полиция қызметкерлері сәуірдің 18 мен 20 аралығында интернет алаяқтық фактілерін ашу және олардың алдын алу бойынша антифрод жедел профилактикалық іс-шарасын өткізді. Бұл күндері бөтен адамдардың атына шағын несие рәсімдеу, жалған хабарландырулар үшін алдын ала төлем алумен байланысты 15 желілік қылмыс ашылған. Сондай-ақ полицейлер алаяқтардың әрекеттері туралы Петропавл көшелеріне шығып тұрғындарға хабарлады. Петропавл қаласының халқына, жалпы тұрғындарына интернет алаяқтыққа қарсы мәліметі бар жадынамалық парақшалар таратылуда және түсіндірмелік жұмыстар жүргізілуде. Интернет алаяқтардың құрбандары болмау жөнінде және де оларға звондаса, oradan қоңырау түсіп жатса, іс-әрекеттеріне қалай қайшы келуге және де қалай қарсы тұру жөнінде осы түсіндірмелік жұмыстар жүргізілуде. Полицейлер ескерткендей құпия деректерді ешкімге жібермей алдын ала төлемге келіспеген жөн. Банктен шалынатын қоңырауларға сенбеу қажет. Белгісіз адамдардың қысым көрсетуімен ақша аударымын жасамаған абзал. Сам сталкивался с такими случаями. Маған да алаяқтар банктенбіз, полицияданбыз деп хабарласты, алдамақ болды. Осы күндері 68 жастағы Петропавл тұрғыны полицейлерге алғысын айтып жүгінді. Оған белгісіз адам қоңырау шалып, өзін полиция капитаны ретінде таныстырып, қызы адамды қағып кетті деп хабарлаған. Әрі оқиғаның шынайы екенін көрсету үшін тұтқанның арғы жағындағылар анашым көмектес деген әйел адамның дауысын қосқан. Қиын мәселені шешіп беру үшін жалған полиция қызметкері 100 000 теңге талап еткен. Зейнеткерге бұл әңгіме күмәнді көрінсе де, қызының аты жөнінің дұрыс аталғандығын және дауысының ұқсастығын байқаған. Жол бойы кездескен азаматтардан ол 2 рет жасырын түрде қызының нөміріне қоңырау шалуды өтінген, алайда оған ешкім көмектеспепті. Жас жігіттен қызыма қоңырау шалуын өтіндім, бірақ ол маған көмектеспеді. Әдейі уақыт созып кімнен көмек сұрасам екен деп уайымдап келе жаттым, бірақ көмектесер ешкім болмады. Қуанышқа орай банкоматтың жанында оның қобалжулы жағдайын учаскелік полиция инспекторы Медет Сәдуов байқап қалған. Ол алаяқпен сөйлесе бастаған кезде тұтқаны арғы жағындағы адам әңгімені бірден тоқтатқан. Медет зейнеткердің қызына хабарласып, телефон алаяқтығының алдын алды. Қызының дін аман екеніне көзі жеткен анасы да риза болды. Спасибо молодому человеку. Мені байқап қалған полиция қызметкеріне алғысым шексіз, енді болмағанда алданып қалар едім. Полицейлер облыс тұрғындарынан жақындарына, әсіресе қарт туыстарына алаяқтықтың ықтимал схемалар туралы ескертуді сұрайды. Азаматтардың осы жайлы құлағдар болуы оларды алаяқтардың әрекеттерінен сақтайды. Ақнұр Қайырбек, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.